ұшып тұратын лифтинг эффект қасты тоқамаш по-братски. Ой, девочки, вы упали. Всем привет, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге байқауға ұшып тұратын лифтинг эффект қасты қалай суға болатынын көрсететін боламын. Ең алдымен қасымызды кез келген гельмен тарап көтеріп аламыз. Менде ол Яран гелі осындай, немесе Sensualудың гель для бровейін қолдануымызға болады. Келесі ыңғайлы кисточка болу керек. Міндетті түрде мен өзіме осындай кисточка ыңғайлы. Қасқа арналған кисточка, және басында тарағы бар. Тарағы отдельно болса да бола береді. Және осындай коллегиордың палеткасымен бояйтын боламыз. Бізге гелевой палеткасымен екеуін біреуі қажет болады. Но менде бітіп қалған, сондықтан ортасын қолдана беремін. Бірінші осылай гель түрін алып аламыз, яғни гелевой түрін екі жаққа алып аламыз, және басында батыруды ұмытпаймыз. Содан кейін осылай матовый қылдырып аламыз. Енді бастаймыз. Бізге ұшып тұру үшін енді қазіргі таңдағы тренд қой ол деген. Осылай соңынан бастаймыз, міндетті түрде. Соңынан бастаймыз және көтереміз. Былай түсіп тастамаймыз. Түсіп тастасақ, уже біздің взглядымыз автоматически түсіп кетеді. Визуально ол бізде шаршаңқы болып көрініп тұрамыз. Сондықтан да көтеріп сызамыз. Осындай. Осылай етіп. Түбінен бастап көтеріп сызамыз. Соңынан бастап және мына жерін толықтырамыз. Линияда шығып кетуге қорықпаңыздар, өйткені соңында біз оны корректормен дұрыстайтын боламыз. Яғни тегістеп аламыз. Бірақ жоғары жақтарын тегістеп әдемі қылып істеуге тырысамыз, өйткені біз корректормен жоғары жағын түзесек, онша емес болып көрініп қалады. Осылай толықтыру арқылы кисточканың басымен қасымызды толықтырып шығамыз. Дәл солай соңынан бастаймыз міндетті түрде. Кисточканың былай жантайтып емес, қисайтып емес, тапы тіке қылып ұстаймыз. Түсіндіре алдым ба? Тіке қылып ұстаймыз және көтеріп сызамыз. Кез келген корректормен біз қасымызды түзелеп аламыз. Менде осындай корректор, немесе консилермен де түзелуге болады. Осылай алып аламыз. Және ыңғайлы кисточка болуы міндетті. Осындай кисточка ыңғайлы, я? Болмаса, осындай кисточка ыңғайлы. Тіп-тіке қылып істеуге көмектеседі осы. Мынаумен көбінесе мен стрелканыкін түзелеймін. Сол кезде четкий болады прям. Осылай аламыз. Және де осылай түзелейміз. Астыңғы жағына четкий қылып түзелеп шығамыз. Үстіңгі жағын қатты көрінбейтін етіп түзелейміз. Осындай четкий лифтинг эффект қашықты. Қараңыздар. Енді дәл осылай екінші жағында түзелеп шығамыз. Қараңыздар, екі жағында түзелеп алдым. Не? Осылай тұрады. Көрініп тұрған линия бар ғой, көріп тұрсыздар ма? Соны осындай көзімізді бояйтын боламыз. Осылай. Бірінші осылай мына жерге көздің несі дейтін, алмасы дей ма? Сол жерін істеп аламыз, әдемілеп. Сосын қалған қалдығы болады ғой, қалдығы. Сонымен былай істеп шығамыз. Сол кезде бізде линиямыз көрінбей қалады, как будто қасымыз өзі солай сызылған болып қалады. Нежно движениямен істейміз. Көрдіңіздер ма? Жоғары жақта көрініп тұрғандарды фук-фук деп қолмен істеп жіберем. Бірақ біреуге істейтін болсаңдар, өтесе менде дейсің ғой. Осылай істеп аламыз да, пудрамен закреплять етіп жібереміз. Вот. Екі жақтың разницасын қараңыздар енді. Вуаля, немін аяқ көрініздер ма? Қандай бірдеңелер. Бізде осындай лифтинг эффект қашықты.
Бұның бір жақсы жері, взглядты көзі кішкентайлар болса, взглядты ашып тұрады. Если біз қасты осылай түсіріп қоятын болсақ, онда біз шаршаңқы болып көрініп тұрамыз да, и поэтому осы жері жақсы.